Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дина бүгін нан қуырдақ деп аталынатын дәмі мен жасалу ерекше болып шығатын тағамды дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге 400 грамм ұн, жұмыртқа және жылы суға тұз езілген суымызды құйып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз не қатты емес, не жұмсақ емес болуы тиіс. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға 4 бұрышты туралған етімізді жақсылап тұрып қуыратын боламыз. Одан кейін қып-қызыл болып қуырылған кезде жуамызды қосып қуыратын боламыз. Жуамыз сарғайғанша қуырамыз. Жуамыз осындай сап-сары болып қуырылған кезде бір қасық томатымызды қосып араластырып су құямыз. Яғни етіміз пісуі тиіс, жұмсақ болып пісу керек. Сол үшін сәбізімізді әзірше қоспаймыз. Етіміз пісіп жатқанша біз нанымызды жайып алатын боламыз. Енді сәбізімізді салып, қақпағын жауып қоятын боламыз. Енді нанымызды видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай кесіп, духовкамызды, яғни пешімізді, менде әсел пеш, 360 градусқа қыздырып, алдын ала осы әрбір нанымызды видеодағыдай жайып, противенімізге салып, 2-3 минуттан қыздырып алып, кептіріп алатын боламыз. Тура нанымызды салатын кезде жаңағы бұрышымызды, тәтті бұрышымызды саламыз. Нанымызды осылай видеодағыдай көріп тұрғандар кесіп алып, қайнап тұрған суымызға, яғни қазанымызға салып, қақпағын жауып, ақырын отқа қойып, өзінің буына, суына пісетін болады. Араластырып қоямыз, бір-ақ рет араластырамыз, одан кейін пісетін болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауыз ашарға немесе кешкі асқа жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.